нәпсіні тағы да бір дерті, яғни өзің туралы адам ойлаған кезде мен кереметпін, мен білімдімін, яғни басқа адамға қарағанда өзінің самооценканы сәл жоғары қойып бастайды. Мысалы, сіз Құранға түстіңіз, 3-4 пара жаттадыңыз, басқаларға қарағанда сіздің мақамыңыз әдемі, яғни сіздің тәжвидіңіз мықты. Сол кезде адам уже не істеп бастайды, кішкене өзіне самооценка қойып бастайды. Ол негізі нәпсінің бір дерті. Енді оның емдеу жолы қандай? Оны емдеу жолы дейді, ол сен мықты болғаннан емес ол нәрсе болып жатыр. Алла саған бәрін беріп қойды деген адам осындай оймен жүру керек. Егер біз осы оймен ұстанатын болсақ, онда ол дертті, яғни ол дерттен Аллах тағала бізді аман алып қояды.